Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге ішіне вареная сгущенка салынған, жұмсақ және ауызда еритін осындай кекстарды жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Және де каналымызға тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоларды бірінші болып қарай аласыздар. Сонымен кекстарды жасауға кірісейік. Үлкендеу ыдысты алып, үстіне 200 мл немесе 1 стакан кефир құямыз. Оған жарты шай қасық ас содасын салып, араластырып 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Құрғақ таза ыдысқа 2 жұмыртқа, шым-шым тұз және 1 стакан қант салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Содан соң жаңағы ас содасы салынған кефирді және жарты стакан ерітілген сармайды құйып араластырамыз. 2,5 стакан ұн және жарты шай қасық ванилинді електен өткіземіз. Достар, кексқа міндетті түрде ұнды аз-аздан салыңыздар, бірден көп салуға болмайды. Себебі ұн әртүрлі болғандықтан белгіленген мөлшерден аз немесе көп қолдануыңыз мүмкін. Ең бастысы, қамырыңыз тым қатты сұйық немесе қою болып қалмасын. Қамыр осы видеода көрсетілгендей болуы керек. Кекстардың қамыры біркелкі болып салынуы үшін осындай кондитерлік қапшықтарды қолдансаңыздар болады. Және де дәл сол қапшық арқылы вареная сгущенканы да салып шығамыз. Вареная сгущенканы ортасына салған соң, қалған қамыр арқылы бетін осылай жауып шығамыз. Кекстардың бетін сәндеу үшін жержаңғақ, күнжіт, мак немесе кокосовая стружканы сеуіп шықсаңыздар болады. Дайын болған кекстарды 180 градус қызып тұрған духовкаға 20-25 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің тез уақытта дайындалатын және де тіл үйретін кекстарымыз да дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.